Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен сүзбелі сочниктер дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, өзіңізге сақтап алсаңыз болады. Өйткені бұл сочниктер өте дәмді, ауызда еритін, үгілмелі болып шығады. Алдымен таза құрғақ ыдысымызға жұмыртқа, қант, ертілген сары май және 20% қаймағымызды салып, қант ерігенше венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Осы видеоның астында описание бөліміне толық рецепті жазып кеттім, сол жерден қарап алсаңыздар болады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіз, лайк басып, комментария қалдырыңыз. Алдынан үлкен рахмет. Келесі видеоларды көру үшін қоңырауша белгісін міндетті түрде басуды ұмытпаңыз. Енді електен өткізіп алған ұнымызға қамыр қопсытқыш және ванильді қант салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді салмамызға ұнымызды салып, алдымен қасықпен осылай араластырып алдым. Кейіннен қолыммен жақсылап жұмсақ қамыр илеп алдым. Қамырымыз жұмсақ, әдемі қамыр болады, бірақ қолға жабыспайды. Илеген кезде қолға жағымды болып иленеді. Дайын болған қамырымызды салафанға салып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қоямыз. Осы арада салмамызды дайындап аламыз. Алдымен сүзбе, 2 ас қасық қант, 1 жұмыртқаның ағы, 1 ас қасық ұн, 1 ас қасық қаймақ және 1 шай қасық ванильді қант салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің салмамыз дайын болды. Ендігі кезекте тоңазытқыштағы қамырымызды алып, осылай жайып аламыз және оны бөліктерге бөліп аламыз. Бөліктерге бөлген кезде таразымен өлшейтін болсаңыз 65-70 грамның арасында өлшеп алсаңыз болады. Егер сізде таразы болмаса, теңдей етіп 12 бөлікке бөліп алсаңыз да болады. Өйткені бұл рецептен 12 тал сочник шығады. Қамырымызды осылай домалақ етіп жайып алып, қамырдың жарты бөлігіне салмамызды саламыз, жарты бөлігін бетіне қайырып жабатын боламыз. Енді барлығын осылай листке теріп алып, жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шығатын боламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут аралықта пісіріп аламыз. Міне біздің сочниктеріміз пісіп шықты. Енді үстінен қант ұнтағын сеуіп шығамыз. Осы рецепті сақтап алып, сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, ауызда еритін сочниктер болары сөзсіз. Каналымды қолдап кетіңіз. Подписация басып, қоңырауша белгісін басып кетіңіз. Лайк басып, комментария қалдырыңыз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар, ас болсын.